Біз Түркістан облысы Шардара ауданы Жашыл мектеп лицейінің 10-шы А сынып оқушылары Айдар Жасаяқ және Перде Бамаяқ. Біздің таңдаған тақырыбымыз менің кәсібім менің бизнесім атты бизнес жобасы. Жобаның мақсаты болашаққа сұранысқа ие болатын мамандықпен таныстыру және оның міндеттерімен таныстыру, мамандықтың өзектілігін анықтау. Төртіншіден не себепті ерекше екенін талқылау, артықшылықтар мен қауіп-қатерін талқылау және де позицияны қорытындылау. Қазіргі таңда су тапшылығы мәселесі бүкіл әлемде өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Соның ішінде ауыл шаруашылығында. Ауыл шаруашылығы саласында, соның ішінде балық өнеркәсібі мен өсімдік өсірудің салаларында суға тікелей тәуелді болып келеді. Сондықтан жылдан жылға жоғарылап отырған су тапшылығы мәселесін шешу осы салалардың алғышарттарына айналып отыр. Біз өзіміз Шардара мекенінен болғандықтан бізде балық шаруашылығы даму үстінде, соған өсімдік өсіру шаруашылығын қосатын болсақ, қаламыз одан сайын көркейе және де көгере түседі деген сеніммен біз осы аквапоника тәсіліне қызығушылық танытып, зерттеуді ұйғардық. Аквапоника бұл аквамәдениеті және гидропониканы біріктіретін жоғары технологиялық әдіс болып табылады. Біз өз жұмысымызды өзекті деп танимыз. Себебі өсімдік өсіру мен балық өсірумен қатар химиялық заттарды пайдаланбай, егістікте және көлдерге қарағанда аз күнді қажет ететін ауыл шаруашылықтың ең тиімді әдісі болып табылады. Таңдалған тақырыптың өзектілігі бүгінгі таңда аквапоника өндіріс технологиясы мен ғылыми зерттеулер тұрғысынан ең перспективалы бағыт болып табылады. Жалпы аквапоника тәсілі ауылдың болашағының дамуына бірден бір ықпалын тигізеді. Себебі бұл жерде химиялық тыңайтқыштар қолданылмайды. Оның орнына химизация, өңдеу және тазарту жұмыстары табиғи түрде тұйық циклде жүреді. Аквапоника жүйесіндегі негізгі міндет бұл су жануарларының қалдықтары арқылы өсімдік өсіру жасау болып табылады. Не себепті ерекше? Бұл технология экологиялық таза болып табылады. Яғни су жануарларының қалдықтары арқылы өсімдік өзіне қорек ететін болса, өсімдік суларды тазартады, яғни балық үшін тазартады. Сонымен қатар су жануарлары өздері үшін улы қалдықтарды шығарады. Мәселен, азот, калий, фосфор қосылыстар және көміршікті газдар. Бозоқтардың суда жиналуы жабық өнеркәсіптік аквакультурада және қарапайым аквариумда де өте маңызды. Дәл осындай заттар гидропоникада да өте қажет және олар өсімдіктерге қоректік ерітінділер жасау үшін суға қосылады. Ал аквапоникада бұл мәселе өздігінен шешіледі. Яғни балықтан шыққан қалдықпен бактериялармен өсімдіктер қоректенеді. Артықшылықтарына келетін болсақ, біріншіден өнімділік гидропоника өсіруден жоғары. Ал екіншіден кез келген түрдегі ластану қоқысы жоқ. Үшіншіден, гидропоникадағы қоректік ерітінділерді қолдану қажет емес. Төртіншісі, өндірілетін балықтар денсаулыққа пайдалы. Бесіншісі, біз көп кеңістікте оңтайлы, сапалы көкөністер мен балықтарды қолға аламыз. Ал алтыншысы, оның зиянкестерге және де ауруларға төзімділігі жоғары болып келеді. Аквапониканың басты артықшылығы бұл жақсы өнім мен балықтардың көп санын алу болып табылады. Сіз кез келген көкөністен бастап қияр, қызлана және кез келген өзіңіз қалаған гүлге дейінгі өзіңіз өсіре алатын өсімдікті өсіресіз. Сонымен қатар онда табан балық, теңіз басы және форель балықтары өсіріледі. Қауіп-қатеріне келетін болсақ, бактериялық инфекциялар жалпы аквапоникада бактерияның қандай да бір түрі дамып өшуі мүмкін. Және бұл адам денсаулығына қауіпті болып келеді. Бұның пайда болу себебі суды дұрыс тазаламағаннан және дұрыс өңдемеуінен пайда болады. Ал химиялық қауіп-қатері болса, аквапоникада тыңайтқыштар мен химиялық қосылыстарды қолданады. Және сол кезде оны дұрыс сақтамаса немесе дұрыс қолданбаса, ол адам денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. Және электр қауіпсіздігі жалпы аквапоника бұл бірден бір су мен тоқ көздеріне тәуелді болып келеді. Және осы тоқ көздерін дұрыс орнатпаса, сол техникалық бөлімде жұмыс істейтін адамдарға тоқ соғу қаупі орын алуы мүмкін. Негізгі есептеріне келетін болсақ, біз 1 метр квадрат аумақта салат мөлшерден алған қоректік өнімді алу үшін күніне 100 грамм жем қажет болады. Сонымен қатар балықтың санын анықтау үшін бізде оның салмағы және судың температурасын білу керек. Сонымен форель өзінің салмағының 5%-ын күнделікті тағам ретінде қажет етеді. Бұл ретте судың температурасы 10 градустан құрауы қажет. Егер балықтың салмағы бізде 1 килограммға дейін болатын болса, онда ол күніне 50 грамм жемді қажет етеді. Сонымен қатар 1 метр квадрат аумақта салат өсіру үшін бактерия килограммдары салмағы 1 килограмм және де 2 форель жіберілетін болады. Ал бағасына келетін болсақ, бағасы біз іздегенге әсер етеді. Яғни қарапайым тыңайтқыштар арзанырақ болса, ал басқа да қосылған тыңайтқыштар қымбат болып келеді. Қандай да бір затты алмас бұрын бізге оның тиімді екенін
ойланып есептеп алған дұрыс идея болады деген ойдамын. Өздеріңіз көріп отырғандай 2017 жылдан 2022 жылға дейінгі бүкіл әлем бойынша аквапониканың болжамданған тұрғыны миллион ақш долларымен көрсетілген. Мәселен, 2017 жылы 524,7 миллион ақш доллары болатын болса, 2022 жылы бұл 870,6 миллион ақш доллар құраған. Яғни 2022 жылы 2017 жылға қарағанда 1,5 есеге ұлғайғанын көрсетті. Көріп отырғандарыңыздай, аквапоника, яғни балық өсіру мен өсімдік өсірудің заманауи әрі тиімді саласы болып отыр. Және де аквапоника кәсіпкерлер үшін үлкен мүмкіндіктер ашады. Көкөністер, шөптер және де жидектер балықтармен бірге өсіріледі. Жалпы бұл технологияны отандық өсірушілер мен экзотикалық әуесқойлар оңай пайдалана алады. Назарларыңызға рахмет.